Ертеректе Сырым батыр 6 серігімен бірге жол жүріп келе жатып, атақты Мөңке бидің ауылына жолығады. Би кенже баласын үйлендіріп, құдай шақыру жоралғысын орындау үстінде екен. Мөңке құдайы қонақтардың келгенін естісімен жігіттеріне оларды өз отырған үйге түсіруді әмір етеді. Астан соң қонақтарына қарап, бата етіп жібер дегенде айтқан ақ тілегінің соңында Сырым 6 шаңырақтың іргесі ажыраспасын әумин деп аяқтайды. Батадан кейін құда: мен мына құдайы қонақтың берген батасын түсінбей отырмын. Бұл кісі 6 шаңырақтың іргесі ажыраспасын деді. Қонақтарының өздері 6 адам, 6 шаңырақтың иесі. Сол 6 шаңырақтың іргесінің ажыраспауын айтып отырмын. Болмаса осы жерде 6 ақ шатыр тігулі тұр. 6-ауының 6 шаңырағы бар. Осылардың іргесінің ажыраспауын айтып отырма деп сауал қояды. Сонда Мөңке би Сырымды нұсқап: 6 жасында арты құйын атанған Сырым би бүгінгідей қуанышымыздың үстіне тап болып отыр. Ал енді бидің батасының сырын айтайын. Құдай қаласа, біз ағайын болғалы отырмыз. Екеуміздің балаларымыз қосылып, ата жолын ілгері жалғастырмақшы. Сенің балаң маған келін болып түседі. Ол 3 шаңыраққа ие болады. Біріншісі қайын жұрт, екіншісі нағашы жұрт, үшіншісі төркін жұрт. Сол сияқты менің балам саған күйеу болады. Ол да 3 шаңыраққа ие. Олар өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты. Демек, 2 бала қосылғанда 6 шаңырақ шығып тұр. Осы 6 шаңырақтың іргесі ажыраспаса, онда біздің ағайындығымыздың мәңгіге кеткені. Осы аталған 6 шаңырақ ажыраспаса, сол 6 шаңырақты құрап отырған 6 рулы елдің